Hello, lovely students, and welcome to Easy English Lesson. Today we are going to talk about reported speech. Reported speech can seem very complicated, but I will try to make it really easy and understandable for you. So please, before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. To understand reported speech, we need to look at direct speech, reporting verbs, modal verbs, reported questions, and reported comments. So, let's get started. Сәлем баршаңызға, бүгін күрделі тақырыптардың бірі reported speechке тоқталатын боламыз. Reported speech, яғни төлеу сөз, ол ағылшын тілінде indirect speech деп айтылады. Reported пен indirect speech'нің арасында ешқандай айырмашылық жоқ, ол екеуі бір мағынаны білдіреді. Сондай-ақ бүгінгі тақырыпта direct speech, яғни төл сөзге, reporting verbs, modal verbs, модальды етістіктерге, сұраулы сөйлемдегі төлеу сөзге және де бұйрықты сөйлемдегі төлеу сөзге тоқталып кететін боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Окей, ең алдымен төл сөзге тоқталатын болсақ, автордың сөзін тікелей өзгеріссіз дәл солай қайталап айтатын болса, ол сөз бізде төл сөз деп айтылады. Мысалы, she said, I watch TV every day. Ол, мен күнде теледидар көремін деді. Яғни, I watch TV every day бұл жерде бізде төл сөз. Ал енді негізгі тақырыбымыз reported speech, яғни төлеу сөз. Бір адам өз әңгімесінің ішінде басқа бір адамның сөзін өзгертіп, тек жалпы мазмұнын қайталап айтса, ол төлеу сөз деп айтылады. Ағылшын тіліндегі аты айтып тұрғандай direct, тікелей, тура дегенді білдіреді, яғни тура жеткізу, ал indirect тікелей емес, яғни бұрмалап деген сөз. Ал енді бүгінгі негізгі мақсатымыз біздің төл сөзді төлеу сөзге ауыстыру. Мысал үшін, she said, I watch TV every day. She said that she watched TV every day. Бұл жерде I watch TV every day, яғни тырнақшаның ішіндегі сөз бізде төл сөз, яғни ол автордың тікелей өзінің сөзі, яғни ол мен күнде теледидар көремін деді. Ал енді осыны төлеу сөзге айналдыратын болсақ, she said that she watched TV every day. Ол өзінің күнде теледидар көретіндігін айтты. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырған кезде шақтардың қиылысу ережесі орын алады, яғни барлық сөйлем өткен шақта айтылады. Мысал үшін, she said, I watch TV every day. Бұл бізде present simple'дың сөйлемі, ол мен күнде кино көремін деді. Ал енді осы present simple'ды біз past simple'ға ауыстырамыз. She watched TV every day. Бұл жердегі біз өзгерттік I-ды she-ға өзгерттік, және де есімдіктер өзгереді. Есімдік деп отырғанымыз мен, сен, ол, біз. Одан кейін етістік өткен шақта қолданылады. Watch бізде дұрыс етістік, өткен шақта біз watched деп айтамыз. Және де есімдік бұл жерде I деп тұр, ал енді оны біз she-ға өзгертеміз. Неге? Біз ол көргендігін айтып тұрғанын айтамыз, Яғни, төлеу сөзге айналдырғанда бір шақ артқа жүреміз. Төл сөздің өзі past simple шағында тұрса, яғни өткен шақта тұрса, оны төлеу сөзге қалай айналдырамыз? Мысал үшін, Tom said, I passed my exam. Том, мен емтиханымды тапсырдым деді. Бұл жерде біздегі pass, яғни passed деп past simple шағында өзгертіліп тұр, Pass бізде дұрыс етістік, оны past simple'да біз ed жалғауын жалғап passed деп айтып тұрмыз. Енді осыны төлеу сөзге ауыстыратын болсақ, Tom said that he had passed his exam. Неге passed? Өйткені past simple, past perfect шағына өтеді. Яғни had бұл жерде past perfect шағының жасалу формуласы. Яғни had негізгі көмекші етістігі, passed біз ол жерде past participleға қойып тұрмыз, яғни етістіктің үшінші жақ формуласына қойып тұрмыз. Ал енді шақтардың қиылысу ережесіне тоқталатын болсақ, direct speech'те жаңылде айттық, reported speech'ке өзгергенде бір шақ артқа жүреді. Яғни present simple'дағы сөйлемді біз past simple ретінде айтамыз, present continuous'дағы сөйлемді past continuous жағына қоямыз, present perfect'тегі сөйлемді
past perfect жағына қоямыз. Енді present perfect continuous'ты біз past perfect continuous'ке қоямыз. Ал past simple'дегі сөйлемді past perfect'ке өзгертеміз. Past continuous past perfect continuous'ке өзгереді. Ал past perfect пен past perfect continuous'тың өзі сол қалпында қалады, ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Ал енді future simple'дағы future simple continuous'тегі сөйлемді біз will'дің өткен шағы, яғни would арқылы қолданамыз. Мысалы үшін, present simple'дегі сөйлемді reported speech'ке айналдырып қарайтын болсақ, мысалы үшін, Anna said I always wear a coat. Анна, мен күнде пальто киіп жүремін, деді. Ал енді осыны reported speech'те past simple'ге қойып айтамыз. Мысалы үшін, Anna said that she wore a coat. Анна күнде пальто киіп жүретіндігін айтты. Бұл жердегі өзгеріске ұшырады бізде pronounстар, яғни біз бұл жерде I'ды she'ға өзгерттік. Неге? Ол жерде біз ол киетіндігін айтты деп айтып тұрмыз. Және де мына жердегі wear, кию сөзін біз past simple'ға қойдық. Wear бұл кию, киімді кию irregular verbs болып табылады, яғни ол past simple'да өзінің екінші бір формуласы бар, ол o деп айтылады. Достар, бұл жердегі ең маңызды нәрсе шақтарды айыра білу және де олардың ережелерін, олардың жасалу формуласын білу. Сонда ғана сіз төл сөзді төлеу сөзге оңай ауыстыра аласыз. Осы шақтарға байланысты түсіндірілген видео сабақтар осы YouTube каналда бар. Соларды тағы бір рет көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Окей, ал енді present continuous'тегі сөйлемді ауыстырып көрейік. Мысалы үшін, Tom said I'm going to give up my job. Том, мен жұмысымнан бас тартайын деп жатырмын, деді. Ал енді осыны reported speech'те past continuous'ке қойып айтамыз. Мысалы үшін, Tom said that he was going to give up his job. Яғни бұл жерде біз өзгерттік pronounстарды, біріншісінде I болып тұрғанды біз he-ға өзгерттік, өйткені Том бізде ол, сол үшін оған біз he қолданамыз. Енді is to be етістігі in the past'та was болып өзгереді, яғни was going to give up his job. Яғни my pronounсты біз бұл жерге his-ға өзгердік. Менің жұмысымды, яғни оның жұмысын ауыстырып жатыр деп айттық. Том өзінің жұмысынан бас тартайын деп жатқандығын айтты. Ал енді present perfect жағындағы сөйлемге келетін болсақ, ол reported speech'те past perfect ретінде айтылады. Мысалы үшін, Anna said I have bought a new car. Анна, мен жаңа көлік сатып алдым, деді. Ал reported speech'те Anna said that she had bought a new car. Анна өзінің жаңа көлік сатып алғандығын айтты. Бұл жердегі have көмекші етістігі past simple'да had'ға өзгереді. Ал енді present perfect continuous'ке келетін болсақ, мысалы үшін, My mother said I have been cooking since morning. Present perfect continuous бізде past perfect continuous'қа өзгереді. Мысалы, менің анам таңертеңнен бері тамақ пісіріп жатырмын, деді. Осыны reported speech'те айтатын болсақ, Mother said that she had been cooking since morning. Анам таңертеңнен бері тамақ пісіріп жатқандығын айтты. Дәл сол сияқты бұл жерде have-ті өзгертеміз біз had-ға, ал қалғаны past perfect жағының жасалу формасы had been cooking. Ал енді past simple'дағы сөйлемді төлеу сөзге өзгерткен кезде біз past perfect жағын қолданамыз. Мысалы үшін, He said, my friend gave me a bar of chocolates. Ол, менің досым, маған шоколад берді, деді. Ал енді осы төлеу сөзде He said that his friend had given him a bar of chocolate. Ол өзінің досының оған шоколад бергендігін айтты. Яғни бұл жерде өзгеріске ұшыраған бізде pronouns my friend өзгереді his friend болып, had given болып өзгереді, себебі had бұл past perfect'тің жасалу формуласы. Бұл жерде gave irregular verbs, яғни give негізгі етістік, ол екінші формулада, яғни past simple'да gave болып тұр, ал past participle, яғни үшінші жағы оның given болып өзгереді. Ал енді past continuous'тегі сөйлем бізде төлеу сөзде past perfect continuous болып өзгереді. Мысалы үшін, She said my father was watching TV. Ол, менің әкем теледидар көріп жатқан еді, деді. Ал past perfect жағында, past perfect continuous жағында, яғни төлеу сөзге өзгергенде, She said that her father had been watching TV.
Бұл жерде де өзгеріске пронаунстар ұшырады, яғни my фазы, her фазы болып өзгереді. Және де had been watching, had been verb plus ing бұл past perfect continuous жағының жасалу формуласы. Яғни was watching-ді біз had been-ге өзгерттік. Ал енді сөйлем төл сөздің өзі past perfect шағында келетін болса, және де past perfect continuous шағында келетін болса, ол төлеу сөзде ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Past perfect түрінде айтылады. Мысал үшін, she said I had learned English before. Ол мен бұрында ағылшын тілін оқығанмын деді. Ал енді осыны төлеу сөзде she said that she had learned English before. Ол өзінің ағылшын тілін оқығандығын айтты, яғни past perfect ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Сондай-ақ past perfect continuous'те өзгеріске ұшырамайды. Мысал үшін, Mike said we had already been dating for 3 years. Mike, біз 3 жылдан бері кездесіп жүрміз деді. Ал енді осы да төлеу сөзде Mike said that they had been dating for 3 years. No change, яғни ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Сол қалпында қалады. Яғни past perfect'тен past perfect continuous төлеу сөзде өз қалпында қалады. Ал енді future simple, яғни future simple continuous шақтарының төл сөздегі төлеу сөзге айналдыруына келетін болсақ, мысал үшін, future simple'дың көмекші етістігі will, would-ға өзгереді. Яғни will-дың өткен шақ түрі would. Мысал үшін, Mike said, I will take you out tonight. Mike, сені кешке сыртқа апшығамын деді. Ал енді осы төлеу сөзде Mike said, he would take me out tonight. Яғни бұл жерде өзгеріске ұшыраған, бізде will, would-ға өзгереді, I, яғни he-ға өзгереді, you, me-ға өзгереді. Өйткені бұл жерде Mike мені кешке сыртқа апшығатындығын айтты. Яғни бұл жерге өзгеріске ұшыраған pronouns пен will көмекші етістігі past simple'да would болады, я. Ал енді ескере кететін жайт, егер төлеу сөз бен жалпы факт оқиға туралы хабар айтылатын болса, онда мұндай жағдайда шақпен қиылысы орын алмайды, яғни ешқандай өзгеріске ұшырамайды, өткен шақ түрінде қолданылмайды. Мысал үшін, she said, London is the capital of the Great Britain. Ол Лондон Ұлыбританияның орталығы екенін айтты, яғни астанасы екенін айтты. Бұл жерде бұл нақты факт, сол үшінде London was деп айтылмайды, London is деп айтылады. Тағы бір мысалға келетін болсақ, Anna said, I live in the UK. Анна, мен Біріккен Корольдікте тұрамын деді. Ал енді осы reported speech'те she said that she lives in the UK. Анна өзінің Біріккен Корольдікте тұратындығын айтты. Яғни, нақты факт туралы әңгіме айтылса, ол жерде ешқандай шақтардың қиылысуы орын алмайды. Достар, reported speech бұл жаңа айта кеткенімдей өте күрделі тақырыптардың бірі. Бұл жердегі біздегі ең басты мәселе шақтарды толық ажырата алуымыз және де шақтардың формуласын білуіміз қажет. Сол кезде ғана біз төл сөзден төлеу сөзге сөйлемді оңай түрде ауыстыра аламыз. Жаңа айта кеткенімдей, осы каналда барлық шақтардың толық түсіндірілген видеолары бар. Соларды тағы да бір рет қарап шықсаңыздар, осы reported speech сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Окей, енді модальды етістіктері бар төл сөздің төлеу сөзге өзгеруіне тоқталатын болсақ, can, may, must, have to және should модальды етістіктерін қарастыратын боламыз. Бұлар да төлеу сөзге өзгергенде past simple шағында қолданылады. Мысал үшін, can, could, may, might, must, had to, have to болып өзгереді, ал should, ол should болып өз қалпында қалады. Ал енді мысалдармен қарастыратын болсақ, she said, I can easily pass the test. Ол, мен емтиханды оңай тапсыра аламын деді. Ал төлеу сөзде өзгергенде, she said, she could pass easily the test. Ол емтиханды оңай тапсыра алатындығын айтты. Бұл жерде өзгерген I, she болып өзгереді, яғни pronouns өзгерді, және де can, could-ға өзгереді. Could бұл can-ның past simple-дегі формасы. Келесі may, might болып өзгереді. Мысалы, she said we may go out later.
Ол біз сыртқа кейін шығуымыз мүмкін деді. Ал төлеу сөзге өзгергенде she said that they might go out later. Ол өздерінің кейінірек сыртқа шығуы мүмкін екендігін айтты. Бұл жерде өзгерген пронаунстар, яғни we, they болып өзгереді, және де my, past simple'да might'қа өзгереді. Окей, келесі must модаль жетістігі, яғни мүмкін, міндетті деп аударылады. He said everybody must arrive on time. Ол барлығы өз уақытында келуге міндетті деді. Ал төлеу сөзде he said that everybody had to arrive on time. Ол барлығы өз уақытында келуге міндетті екендігін айтты. Яғни өзгерген бұл жерде must, had to'ға өзгеріп тұр. Келесі have to модаль жетістігі, бұл да бізде міндетті деп аударылады. Ол past simple'да had болып қолданылады. Яғни have'тың өткен шақтыры бізде had. Мысалы үшін, the boss said I have to lock the door. Бастық, мен есікті құлыптауым керек деді. Ал төлеу сөзге өзгергенде the boss said that she had to lock the door. Бастық өзінің есікті құлыптауы керектігін айтты. Бұл жерде өзгерген pronouns, яғни I, she'ға өзгерді, және де have to, had to'ға өзгереді. Келесі модаль жетістігіміз бізде should. Should модаль жетістігіндегі сөйлем төлеу сөзге өзгергенде should өз қалпында қалады, ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мысалы үшін, my mother said you should go to the dentist. Анам маған сен тіс дәрігеріне баруың керек деді. Ал енді төлеу сөзге өзгергенде my mother said that I should go to the dentist. Анам менің тіс дәрігерге баруым керектігін айтты. Достар, яғни бұл жерде да модальды етістіктердің past simple'дегі формасын білу қажет. Сол кезде төл сөзді төлеу сөзге айналдыру оңай болады. Okay, the next changing interrogative sentences from direct into indirect speech. Ал енді сұраулы сөйлемдегі төл сөздің төлеу сөзге өзгеруіне келетін болсақ, okay, the first, let's look at general questions. Ең алдымен жалпы сұраққа тоқталайық. Мысалы, do you want to see the new film? Anna asked. Анна, сен жаңа фильмді көргің келеді ме деп сұрады. Ал енді төлеу сөзге өзгергенде Anna asked if I wanted to see the new film. Анна менен жаңа фильмді көргім келе ме деп сұрады. Яғни сұраулы сөйлемдеге ауыстырған кезде if, whether сөздері қолданылады. Екеуінің бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ, көбінесе if сөзі көп қолданысқа ие. Мысалы үшін, I asked him, will you go to the cinema? Мен, сен киноға барасың ба деп сұрадым. Ал енді төлеу сөзде I asked him whether he would go to the cinema. Бұл жерде өзгерген will past simple'да would'қа өзгерді, және де pronounstар өзгерді. Бір ескере кететін жайт, біз сұрақ қойғанда, төл сөзде сұрақ қойғанда will you деп will'ды зат есімнің алдына шығарып тұрмыз, иә? Ал енді төлеу сөзге өзгергенде ол зат есімнен кейін қолданылады. Would he деп қолданылмайды, he would ретінде қолданылады. Okay, the next special questions. Ал енді арнайы сұрақтарға келетін болсақ, арнайы сұрақ деп отырғанымыз what, why, where, who, when сөздерінен басталатын сұрақтарды біз арнайы сұрақ деп айтамыз. Мысалы үшін, he asked me, why have you come so late? Ол менен неге кеш келдің деп сұрады. Ал енді төлеу сөзге өзгергенде he asked me why I had came so late. Ол менің неге кеш келгенімді сұрады. Бұл жерде де өзгеріске ұшыраған have, яғни had ретінде қолданылады. Арнайы сұрақты төлеу сөзге өзгерткенде бұл жерде if, whether сөздері қолданылмайды. Арнайы сұрақтың өзінің нелері, яғни why мен сұраса why, who мен сұраса who қолданылады. Тағы да бұл жерде ескере кететін жайт, have you бізде сұрақ қойғанда have көмекші етістігі зат есімнің алдына келіп тұр, яғни you'дан алдында қолданып тұр. Ал енді төлеу сөзде қолданылғанда бұл I had болып өзгереді, яғни бастауыштан кейін келеді. Why had I емес, why I had болып өзгереді. Келесі тағы да бір мысал. She asked me who will be at your birthday party. Ол сенің туылған күніңде кімдер болады деп сұрады. Ал модальды төлеу сөзге өзгергенде she asked me
who would be at my birthday party. Ол менің туылған күнімде кімдердің болатындығын сұрады. Бұл жерде өзгеріске ұшыраған will'ды біз would деп алып тұрмыз, яғни past simple жағында. Келесі бізде pronouns өзгерді, яғни me, myға өзгерді, ja? Okay, the next changing imperative sentences from direct into indirect speech. Ал енді бұйрықты сөйлемдегі төл сөздің төлеу сөзге өзгеруіне қарастыратын болсақ, мысалы үшін teacher said to me, do your homework. Мұғалім маған үй жұмысыңды орында деді. Teacher told me to do my homework. Teacher мұғалім маған үй жұмысын орындауым керектігін айтты. Бұл жерде жасалу формуласында кішкене ғана айырмашылық бар, яғни said toldқа өзгереді, told plus subject plus to plus verb. Яғни бұл жерде toldтан кейін бастауыш келеді, яғни me, маған, оған, саған деген сияқты. Және де to do етістіктің алдына to сөзі қолданылады. Тағы бір мысалға келетін болсақ, my mother said to me, don't look at your phone. Анам маған телефоныңа қарама деді. Ал енді төлеу сөзде my mother told me not to look my phone. Анам маған телефоныма қарамау керектігін айтты. Бұл жерде да toldтан кейін, яғни бастауыш кеп тұр, me маған айтты, немесе оған айтты, сөйлем мағынасына қарай, және де етістіктің алдында to сөзі қолданылады. Okay, now let's look at difference between say and tell. Енді say және де tell етістіктеріне тоқтала кетсек, бұл екеуі де қазақ тілінде айту деп аударылады. Екеуі де irregular verbs, яғни бұрыс етістіктер. Past simpleға өзгергенде say said болып өзгереді, tell told болып өзгереді. Say төл сөзде де, төлеу сөзде де қолданыла береді, ал told, яғни tell, ол тек қана төлеу сөйлемдерде қолданылады. Мысал үшін, she said you are welcome деп айта аламыз, ал she told you are welcome деп айта алмаймыз. Тағы бір екеуінің айырмашылығы, tellдан кейін біз pronouns қолданамыз, яғни tell plus someone. Tell me, tell you, tell Tom, tell your mother, ал sayдан кейін біз to сөзін қолданамыз. Say to me, say to your father, say to Tom. Окей, достар, осымен reported speechті сіздерге оңай әрі жеңіл тілмен түсіндіруге тырыстым. Тағы да айта кететін жайт, бұл жерде шақтардың жасалу формуласын, олардың қолдану ретін, және де модальды етістіктердің past simple'дегі формуласын білу өте қатты маңызды. Егер де сіз шақтарды жақсы ажырата алсаңыз, онда сізге төл сөзден төлеу сөзге ауыстыру оңай болады. Осы reported speech бұл ұбт тапсырмаларында өте көп кездесетін тақырыптардың бірі. Ал енді кері байланыс ретінде мына төл сөздерді төлеу сөзге ауыстыра кетсеңіздер, мысалы үшін, Tom said, I can't come to the party on Friday. Tom said, I am going away for a few days. I will phone you when I get back. Tom said, my parents are very well. Tom said, I want to go on holiday, but I don't know where to go. Достар, осы төл сөзді төлеу сөзге ауыстырып, өз жауаптарыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер, сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, және де комментарийға жазуды ұмытпаңыздар, жауаптарыңызды күтемін. Келесі видеода, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.